Армысыздар, Кармология арнасының тұрақты да қымбатты көрермендері, сіздермен қашанда алтын аяман. Өткен жолғы эфирда біз сіздермен тұрмысқа шығу, үйленуге болмайтын ең қауіпті жас жайлы сөйлескен болатынбыз. Ал енді осы жолы тағы да қауіпті жастар жайлы сөйлесеміз және оны қалай есептеу керек, жалпы қандай жас екенін барлығын осы эфирде айтатын боламын. Арнама тіркеліп кетіңіздер және пікір, лүпіл жазып қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Өздеріңіз қараңыздаршы, неге 12 саны қосылады? 12 санның энергиясы парақшамда тұр ғой, сандар сөйлейді атты плейлистін ашсаңыздар сонда тұр. Жалпы 12 саны ол құрбандық, белгілі бір құрбандық, жертвенность деген секілді. Сондықтан әрбір мүше жас сайын адам белгілі бір дүниені, өзіне қымбат дүниені құрбандыққа жіберіп отыру керек. Яғни ол зат адам емес, Құдай сақтасын. Сондықтан өзіңізге бір қымбат деп жүрген алтын бұйымдарыңызды, болмаса бір өзіңізге ұнайтын заттарды жай ғана өзге адамдарға берсеңіз, онда бұл жастар сізге жалпы қатты қауіпті болмайды. Сіз оны тіпті солай сыйлаған күнде де сіздің ішкі жан дүниеңізде белгілі бір қимастық болмасын. Жоқ, мен Алла қаласа осы мүше жасын аман-есен өтсем болды, ең бастысы. Барша шын жүрегімнен берем осы кісіге деген секілді іштей айтып беріңіз. Енді бір ең қатты қиын тиетіні ол 37 жас қой, негізі 37 жаста шын мәнінде бағалы затты беріңіздер. Себебі нақты осы 37 жас, 30 бен 40 жастың аралары шамалы қиындау болады өмірде. Сондықтан міндетті түрде өзіңіз кезінде қимаған затты қиып беріңіз. Сол затты жалпы құрбан етіңіз. Түсініңіздер ме? Сол кезде сіз осы бір мүше жастан аман-есен өтесіздер. Сонымен қатар қой сою керек, ол да бар. Бата айтып, Құран оқып дегендей оның барлығы кіреді. Енді қазір біздің көп жастар бұл дүниелерді жалпы білмеуі мүмкін. Үйінде егер үлкен кісілер болса айтып отыратын. Мысалы менің Аллаға шүкір үйде әжем бар. Осындай дүниелерді айтып, үйдегі жандарға өзім алғыс айтамын. Көп нәрсені білемін, көп. Жалпы негізі ырым, тыйым деген қазақтардың, осы қазақ халқында бар ғой, соның барлығы негізі ұстанған дұрыс. Қатты ырымшыл болып кетпеңіз. Тек өзіңізге ұнайтын, жақсы тексерістен өткен деген бір 2-3 ырымыңыз болу керек, ең аз дегенде тыйымдар. Міне соларды жалпы қадағалап, күнделікті қолданысқа жіберсеңіздер болады. Енді мүше жастың қиындықтары да сол. Оның алдында айтып өткен жастікінде әрине, бұл жерде өз өміріңе қауіп төнеді, жақындарыңның өміріне, балаңның деген секілді көптеген жаман дүниелер болуы мүмкін. Сондықтан оны алдына алу үшін дәл мен айтқан нұсқаулықты жасап көрсеңіздер болады. Ендеше назарларыңызға рахмет. Міндетті түрде эфирдің астына лүпіл басып, пікір жазып қалдырсаңыздар болады, және де өзге осы мүше жасқа жетіп қалған кісілерге осы видеоны жіберсеңіздер болады. Аман сау болыңыздар, мүше жастан аман-есен өтулеріңізге тілектеспін. Сау болыңыздар. Енді алды бізде де мүше жас келер, Құдай қаласа. Қаншасыншы мүше жас, Құдай, 11-ші өтіме. Маған да аман-есен өтуді жаспайыңыздар. Уже білем не беретінімді. Ең қимайтын затым ол сіздерде алдын ала жалпы дайындап қойыңыз, не берем деп. Бірақ ол сізге ұнамайтын керек емес зат болмау керек, керек зат болу керек. Сіз қимайтындай зат болу керек. Соны сыйлаңыздар. Сол кезде бәрі жақсы болады. Айтпақшы, құрбан шалуды ұмытып кетпеңіз қойып.